Сәлеметсіздер ме? Мен номері 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы Б сынып оқушысы Хасанова Саяжан. Жетекшім Балауса Елеуқызы. Менің ашық университеттерім номинациясы бойынша жобамыздың тақырыбы мектептегі өзін-өзі басқару органдарының әлеуметтік бағытталған қызметін дамыту. Мектептегі өзін-өзі басқару. Ол оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін дамытуға, жауапкершілікті арттыруға, сонымен қатар азаматтық белсенділікті қалыптастыруға ықпал ететін маңызды құрал болып табылады. Әлеуметтік бағытталған қызмет өзін-өзі басқару органдарының негізгі бағыттарының бірі болып есептелінеді. Жобамыздың мақсаты мектептегі өзін-өзі басқару органдарының әлеуметтік бағытталған қызметін жетілдіру жолдарын қарастыру және жасөспірімдерді кент, қала, өңір деңгейіндегі өзекті мәселелерді шешуге азаматтық көзқарасының маңыздылығын түсіну үшін жағдайлар жасау. Міндеттер: өзін-өзі басқару органдарының әлеуметтік қызметінің маңыздылығын анықтау, әлеуметтік жобалардың тиімділігін талдау және де жасөспірімдерді өз аймақтарында әлеуметтік мәселелерге тартудың әдістерін қарастыру. Жобаның өзектілігі неде? Жобаның өзектілігі қазіргі таңда білім беру мекемелерінде оқушылардың белсенділігін арттыру, көшбасшылық қабілеттерін дамыту және азаматтық жауапкершілікке баулу маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Мектептегі өзін-өзі басқару органдары оқушыларды әлеуметтік жобаларға тарту арқылы олардың қоғамдық рөлін нығайтады. Әлеуметтік мәселелерді шешуге бейімдейді. Бұл үрдіс тек білім беру сапасын ғана емес, сонымен қатар оқушылардың тұлғалық дамуын, олардың әлеуметтік жауапкершілік деңгейін көрсетуге мүмкіндік тудырады. Өзін-өзі басқару теориясы білім беру үдерісінің маңызды компоненті ретінде қарастырылады. Осы теорияға сәйкес оқушылар мектеп өміріне белсенді араласу арқылы әлеуметтік жауапкершілікке үйренеді, лидерлік қабілеттерін дамытады және қоғамдық істерге бейімделеді. Мақсатқа жету жолдары: әлеуметтік жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін жұмыс топтарын құру, жергілікті билік органдарымен, қоғамдық ұйымдармен және де ата-аналар қауымдастығымен бірлескен іс-шаралар ұйымдастыру, өзін-өзі басқару органдарының қызметін жандандыру және оларды мектеп қауымдастығының рөлін күшейту, оқушылардың бастамаларын қолдау мақсатында арнайы гранттық бағдарламалар немесе байқаулар өткізу. Біртұтас тәрбие бойынша осы бағдарлама қазіргі қоғамның маңызды дейтін мәселелерін қарастырады. Олар вейп, нашақорлық, лудомания, вандализм, діни экстремизм, буллинг, зорлық-зомбылық, ысырапшылдық. Осыған орай шешу мақсатында біздің мектебімізде әрбір айдың өзінің құндылығы болады. Олар тәуелсіздік және отаншылдық, бірлік және ынтымақ, әділдік және жауапкершілік, заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби биліктілік, жасампаздық және жаңашылдық. Осыған орай біздің мектебімізде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Олар әрбір дүйсенбі сайын сынып сағаттары, әлеуметтік жобалар, мысалы смарт бала жобасы және де алдын алу шараларының бірі ол түрлі мамандармен кездесу ұйымдастырылуы. Осының нәтижесінде біздің ұрпақ парасатты және адал болып қалыптасады. Өзін-өзі басқарудың әлеуметтік бағытталған қызметінің негізгі бағыттары ол мұқтаж оқушыларға көмек көрсету, экоакциялар мен қоғамдық шаралар, денсаулық сақтау мен салауатты өмір салтын насихаттау. Денсаулық сақтау бағыты бойынша біздің мектебімізде денсаулық күндіктері және де айналаны тазалау секілді челленджер өтіледі. Өзін-өзі басқару органдарының рөлі қоғамға серпін. Ең бірінші ол мектеп әкімшілігімен серіктестік, екінші ол қоғаммен ынтымақтастық және үшінші ол маңызды қолдау көрсету. Жас лидерлердің жеке басының дамуына қолдау көрсету, олардың қабілеттерін арттыру және жаңа идеяларды жүзеге асыруға көмек көрсету маңызды. Азаматтық белсенділікті дамытудың маңызды ерекшеліктері ол өмірдегі өзекті мәселелер, яғни жасөспірімдердің қала, ауыл, өңір деңгейіндегі өзекті мәселелерді талқылауға және ұсыныстар жасауға ынталандыру маңызды. Екінші ол талқылау мәдениеті, яғни мектептегі өзін-өзі басқару органдары арқылы сындарлы ойлау, ынтымақтастық және диалог мәдениетін дамытуға болады. Жасөспірімдердің белсенділігін арттыруға арналған практикалық кеңестер. Ең бірінші ол бізде идеяларды талқылау. Мектептегі өзін-өзі басқару органдары арқылы жастардың өмірдегі өзекті мәселелерді талқылауға және ұсыныстар жасауға ынталандыру маңызды. Бұл үшін дөңгелек үстел, дебаттар, ашық пікір сайыстар ұйымдастыруға болады. Біздің мектепте ақиқат дебат клубы бар. Сол клубының мүшесі мен
дебат елі тренинг семинарынан білім алдым. Осы білімді қолдана отырып, мен мектепте түрлі дебаттар ұйымдастыруға атсалысамын. Екінші ол жобаларды іске асыру, яғни жастардың өзекті мәселелерді шешуге бағытталған практикалық жобаларды іске асыруына қолдау көрсету. Үшінші ол табыстарға көрсету, яғни жастардың қоғамдағы әлеуметтік істерге қосқан үлестерін көрсету маңызды. Қорытындылай келе, өзін-өзі басқару органдардың әлеуметтік бағыттаған қызметі оқушылардың жауапкершілік сезімін дамытып, мектеп қауымдастығы мен бірлігін нығайтады. Бұл процесті тиімді ұйымдастыру арқылы жас ұрпақты белсенді азаматтық ұстанымға тәрбиелеуге және де оларды болашақтағы әлеуметтік салада өз орнын табуға үйретеді.